Үй жағдайында нағыз сгущенка. Ешқандай қоспасыз, консервантсыз, тек 3 ингредиент және термомикс. Сен де осындай табиғи тәттіні отбасыңа жасап көргің келсе, видеоның соңына дейін қара. Ол үшін бізге 3 ингредиент қант, сүт кемінде 3,5% болу керек, және де сливки 20%. Сливки қоспаса да болады. Чашамызға сүт құямыз. Қант. Және де сливки. 45 минут варома 5-ші жылдамдыққа қоямыз. Және де сүт жан-жағына шашырамау үшін буыз себетін қоямыз, паровая корзина. Үй жағдайында сгущенкамыз дайын болды. Оны басқа ыдысқа құйып аламыз. Осылай термомикспен 1-2 движениемен сгущенка жасап алуға болады. Басында сізге сұйықтау болып көріну мүмкін, бірақ ыстық кезінде, ал салқындаған кезде тұра уақыт өте келе ол қоюланады. Егер үйде сгущенкаңыз таусылып қалса, осылай небәрі қолдағы бар сүт пен қанттан ақ үйде жасап ала аласыз 45 минутта. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Келесіде қандай видео рецепт көргіңіз келеді, комментарийге жаза кетіңіз.